Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тұмаудың алдын алу жолдары. Сабақтың мақсаты оқушыларға тұмау ауруы жөніндегі ақпарат беру және оның алдын алу жолдарымен таныстыру. Оқушыларды салауатты өмір сүруге, зиянды әдеттерден аулақ жүруге тәрбиелеу. Денсаулық ең басты байлық екендігін ұғындыру, сонымен қатар тазалық, жеке бас гигиенасы, дұрыс тамақтану туралы пайдалы кеңестер беру. Енді осы тақырыпқа байланысты сіздерге арнайы қонақпен кездесу ұйымдастырып отырмын. Айгүл ханым, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен тұмаудың алдын алу жөнінде қысқаша кеңес беруді жөн көрдім. Менің аты жөнім Айгүл Зұлхажықызы, педиатр, медицина ғылымдарының кандидаты. Қазір Астана медициналық университетінде балалар аурулар кафедрасында доцент болып қызмет істеймін. Қылышын сүйретіп қыс келді, қыспен бірге бізге тұмау да келді. Сондықтан тұмаудың алдын алу әр адамның өзінің азаматтық борышы болып саналады. Әркім өз денсаулығына өзі жауап беру керек. Сондықтан сіздерге қысқаша тұмаудың алдын алу жөнінде кеңес берейін. Тұмаудың қалай жұғатынын білесіздер. Ауа тамшылы арқылы жұғады деп айтамыз. Ауа тамшылы дегеніміз вирус біздің ағзамыздан, ауырған адамның ағзасынан жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлескенде сілекей арқылы ауаға тарайды да, сол ауамен біз демаламыз, жұқтырамыз. Сондықтан бұның жұғу жолы өте жылдам болғандықтан біз аурудың алдын алуды өзіміз әркім өзі қадағалап жүргізу керек. Тұмау ең маңыздысы, тұмау белгілерін білген адам бас ауырса, температурасы қызуы көтерілсе, салғырттық сезілсе, тамағы жыбырлап жөтеліп бастаса, мұрнынан су ағып бастаса, өзін оқшаулап, ортаға залалын тигізбей, бетперде дейміз, маска киіп, үйде емделу жолдарын ұстанып, үйде қалғаны дұрыс. Басқа үйдегі жанұя мүшелеріне де жұқтырмау үшін бетперде киіп алған дұрыс. Ал алдын алу үшін тұмаудың біз, қазақта әдемі сөз бар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Ауырмайтын жолды қалай іздейміз? Ауырмайтын жолды біз ең маңыздысы сіздер үшін күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру. Күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру дегеніміз, сіз күніне кем дегенде 7 сағат ұйықтауыңыз керексіз. Соның ішінде түнгі 11-ден 4-ке дейінгі сол аралықтағы ұйқы өте маңызды. Сонымен қатар тамақтануды режим дұрыс сақтауыңыз керексіз. Күніне 5 уақыт тамақтануыңыз керексіз. Тамақтанғанда да сіздер қазір фастфудтар, құрғақ тағамдар жақсы көресіздер, тәтті тағамдар жақсы көресіздер. Оның ағзаға зиян екенін білесіздер. Сондықтан соны шектеп, керісінше өсімдік тектес табиғи өнімдерді көбірек қолданып, ақ тағамдарды, сүт тағамдарын көбірек қолданып, жаңа өздеріңіздің иммунитеттеріңізді көтеруге әсер етулеріңіз керексіздер. 5 уақыт тамақтанған дұрыс. Сонымен қатар күн тәртібіне кіретін, сіздер қазір онлайн оқуда үйдесіздер. Үйде бөлмеңіз желдетіліп тұру керек жиі-жиі. Сосын күніне 1 рет ылғалды тазалық жасалып тұру керек. Бөлменің ауасы таза болу керек сіздің сабақ оқитын. Сонымен қатар сабақтың арасында қимыл қозғалыстарыңызды да 5-10 минут үзіліс жасап, гимнастика жаттығулар жасаңыз. Үйде мүмкіндігіңіз бар болатын болса, спортпен шұғылданған өте пайдалы. Таңертеңгі жаттығуларды үзбей жасап тұруларыңыз пайдалы. Соның барлығын қадағалаңыздар. Сонымен қатар гаджетте ұзақ уақыт отыру, компьютердің артында, телефонның артында, әлеуметтік желілерде пайдасы жоқ кинолар, пайдасы жоқ жаңағы басқа да TikTok дейсіздер ма, сіздердің қызықтайтын, сондай әлеуметтік желілерде ұзақ отыру, ол да иммунитеттің төмендеуіне, жалпы ағзадағы зат алмасу процестерінің бұзылуына, жалпы психиканың бұзылуына әсер етеді. Сондықтан өздеріңізді телефонды, гаджет қолдану уақыттарыңызды шектеп, пайдалы қолдануға өздеріңізді үйреткендеріңіз дұрыс. Сондықтан қазір мысалы гаджетке байланысты, әлеуметтік желіде ұзақ отыруға байланысты балалардың арасында әртүрлі психогенді аурулар пайда болып жатыр. Сондықтан сол аурулардың алдын алыңыздар, өздеріңізді сақтаңыздар. Әркімнің денсаулығы өзіне қымбат.
Сонымен қатар қазір қылышын сүйретіп қыс келді деп айтып жатырмыз. Қыста жаңағы сәнденбей, әсіресе қыз балалар семіз көрінеміз деп арық көріну керек, жұқа киініп, сәнденіп, сәнді киімдерді киіп жұқа жүрмей, керісінше ауа райына сәйкестіріп жылы киінгендеріңіз дұрыс. Қазір тұмаудың ең маңызды қоздырғышының бірі ағзадағы иммунитеттің түсуіне әсер ететін ол суық, салқын тию ағзаға. Сондықтан жылы киініп жүріңіздер. Сонымен қатар үйде сұйықтықты көп пайдалану керек, жылы сұйықтықты. Қазір қыс келді, қыста үйде лимонмен, қарақатпен, малинамен таңқурай дейміз. Солармен жылы ыстық шайды жиі қолданып отырсаңыздар, о да иммунитеттеріңіздің көтерілуіне, тұмаудың алдын алуына әсерін тигізеді. Қазір дүние жүзінде пандемия, білесіздер өздеріңіз, COVID-19-дан. Сол COVID-19-ға байланысты барлық дүние жүзінде қолға алынып жатқан карантин шараларын орындау біздің азаматтық борышымыз. Ол үшін көпшілік жерге бармау, көпшілік жерге баруға тура келетін болса, барған жеріңізде дистанция сақтау, сонымен қатар бетпердені үнемі тағып жүру, қолды қайта антисептиктермен тазалап отыру, қолды сабындап жиі жуу, бұның барлығы жаңағы тұмаудың да, біздің COVID-19-дың да алдын алуға үлкен маңызы аса зор. Осы кеңестерді бұлжытпай орындасаңыздар, сіздердің иммунитеттеріңіздің қалыпты жұмыс істеуіне әсер етеді деп сеніммен айта аламын. Ауырмаңыздар, осы пандемия тез аяқталып, өздеріңіздің аяулы ұстаздарыңызбен, асыл достарыңызбен жолығып, алтын мектеп ұяларыңызда білімдеріңізді жалғастыруға Алла нәсіп етсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Қазақтың болашағы сіздерді білімді, білікті жастар өсіп, өркендеп, елімізге қызмет істейді деп сенеміз. Аман болыңыздар.